Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жануар организмі ауру қоздырушының тіршілік ортасы. Бүгінгі сабақта патоген мен ағза арасындағы күрес туралы және де тасымалдаушы резервуар рөлі туралы айтатын боламыз. Жануар ағзасы көптеген патогенді микроорганизмдер үшін қолайлы тіршілік және көбею ортасы болып табылады. Инфекция процесі қоздырғыш пен жануар организмі арасындағы өзара әрекет нәтижесінде дамиды. Қоректік орта жануар организмі микробтарға қоректік заттар, су, қолайлы температура, ылғал орта береді. Бұл жағдайлар микроорганизмдердің өсіп-өнуіне мүмкіндік жасайды. Көбею және таралу орны. Қоздырғыштар қан жүйесінде, лимфа жүйесінде, ішкі мүшелерде, тері мен шырышты қабықтарда көбейіп, бүкіл ағзаға таралуы мүмкін. Патоген мен ағза арасындағы күрес. Жануар организмі қорғаныс механизмдері арқылы жауап береді. Табиғи тосқауылдар, тері, шырышты қабақ, фагоцитоз, антидененің түзілуі, иммунитеттің дамуы. Егер қоздырғыштың вируленттілігі жоғары болса, немесе иммунитет әлсіз болса, ауру дамиды. Кейбір жануарлар ауру белгілерінсіз қоздырғышты тасымалдауы мүмкін. Мұндай жануарлар инфекция көзі, табиғи резервуар болып табылады. Мысалы, оған кеміргіштер, құстар жатады. Қорыта айтқанда, жануар организмі ауру қоздырғыш үшін тіршілік ету, көбею және де таралу ортасы болып табылады. Сонымен қатар, ол қоздырғышқа қарсы қорғаныс механизмдерін іске қосатын күрделі биологиялық жүйе болып саналады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.